Достар, петличка істемей алды, сондықтан диктофонмен жазуға мәжбүрмін. What? Көк сарлар дербия. Не көктер, не сарлар жеңбек. Неге? Есеп тең бет. Біздің бұл еңбек. Камбек тол еңбек. Едік біз сенбеп. Украина деп жеңбек. Енді тұрмыз үй алып, көк пеңбек. Сену керек демей терек, ерек шелер ғой, олар бізге мерек, елер ұйымдастырып берет. Тербетті біз. Қазақстан Украинамен екінші рет тең ойнады. Ержан, вставай, салам алейкум, вставай. Қазақтар өзінің кім екенін біліп қойған ба? Әлде екінші Екатерина қайта тіріліп, әлемге Қазақстанның кім екенін айтып қойды ма? Harmanım, baba nerede çarşafım? Кешегі ойында алғашқы 20 минутты есептемегенде, осыған дейін мүлдем біз көрмеген Қазақстанды көрдік. Жігер мен намыс, құлшыныс пен талпыныс, күш пен қуат, Исламбек қуат, бәрі бар. Браво! Тамаша эмоция алдық. Талғат Байсуфинов пен жігіттерге алғыс айтамыз. Әттең, шляпым жоқ, шешерем. Шешем ғой, шешу үшін кетіп қалмады, жүрміз ғой. Украина биылғы Евроның ширек финалистері. Украина, Шевченко, Блохин, Тимощук, Зинченко секілді таланттардың отаны. Украина бұрынғы кеңес елдері арасындағы футболы ең дамыған мемлекет. Олармен терезесі тең ойнады. Қадірі сезілді ме? Таңертең мен тұрғанда тек Фейсбукты ашып көрдім де, содан білдім. Әйтпесе ешқандай сезілген жоқ. Матчтағы үздік қаптал қорғаушысы. Ожидание. Амандела, 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 Амандела. Реальность. Ожидание. Амандела, 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 Амандела. Реальность. Матч алдында бізді менсінбеген украиналықтарға. Передай привет, не там, кто там хотел, что там, как там, у меня все нормально, у меня все нихуя. Немесе былай. Здорово, заебал. Бар ғой, Еремчуктың голын айта алмадым. Теледидар қосып үлгермедік қой. Әдемі голдардың бәрі бізге кіреді, негіз бар ғой. Әдемілік қазақтарға құмар. Өйткені өзіміз әдеміміз ғой, десең. Жеңуіміз де мүмкін еді. Абат гол соққанда. Жеңілуіміз де мүмкін еді. Қаншама бағана, маңдайша, штангыдан ұйықтап кетті. Стаста құтқарды бірнеше рет. Жеңіске сәл жетпей қалды. На донышке, я же сказал. Бұл Украинамен 6-шы рет кездесуіміз. Әзірге жеңбедік. Осыған дейін олар бізді 4 рет жеңді. Соңғы 2 ойында ұпай бөлісті. Болашақта біздің кезегіміз деп сенейік. Жеңіс құтты болсын тағы да. Алда Финляндия және Боснияға қарсы қыркүйек айындағы матчтар күтіп тұр. Ендеше кездескенше. Сау. Неғо? Лайк басып, коммент жазыңдар. Бір балдар бар дейді, арасында оқы отырады жазбай, сөйлемейді вообще. Не ол, группа ашқан жазу керек. Нормально, брат, нормально. Не нормально. Нормально. Не нормально. Қайсар. Не болды саған ей? Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.